Психолог қоғамның тірегі, ал қоғам дамуының басты негізі балаға жан-жақты қолдау көрсету. Әрбір жеке тұлға қоғамға ұжым арқылы енеді. Мен де сол қоғамның бір мүшесі Қакенова Самал Ерғалиқызы, Зеренді ауданы Зеренді ауылы Балауса бөбекжайының педагог-психологымын. Менің өмірлік ұстанымым 3 рөлден тұрады. Бірінші, бала жанын түсінетін психолог. Бала кішкентай әлем. Ол кейде сөйлей алмайды, бірақ сезінеді. Кейде күледі, бірақ ішінде мұң жатады. Сол сәтте мен тек маман емес, жүрекпен тыңдайтын адам боламын. Мен үшін әр бала ашылмаған кітап. Ал менің міндетім сол кітапты махаббатпен оқу. Екіншісі, бағыт беруші ұстаз. Бағыт беруші психолог ретінде педагогтардың өмірлік мақсаттарын айқындауына қолдау көрсетемін. Олардың қалыптасуына ықпал ету менің басты міндеттерімнің бірі. Үшінші рөлім педагогикалық ұжымның серіктесі. Ұйымдастырушы ретінде педагогтардың жеке тұлғалық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға ерекше мән беремін. Психолог жалғыз жұмыс істемейді. Біз бір командамыз. Тәрбиеші, ата-ана, бәріміздің мақсатымыз бір. Бақытты бала тәрбиелеу. Мен ұжыммен бірге жұмыс істей отырып, әріптестеріме қолдау көрсетемін. Өйткені күшті ұжым табысты нәтиженің кілті. Мен үшін психолог болу бұл жай мамандық емес, бұл жүрек таңдауы. Бұл әр күн сайын жаңа үміт сыйлау. Бұл кішкентай жүректерге үлкен сенім ұялату. Мен сенемін, әр бала ерекше, әр бала болашақ. Ал сол болашаққа жол ашу менің миссиям. Осы рөлдер арқылы мен өзімді қоғамға және кішкентай бүлдіршіндерге, әріптестеріме пайдалы тұлға ретінде сезінемін. Шығармашыл психолог бұл жай ғана маман емес. Бұл адам жанының зерттеушісі. Өйткені әр тұлға ерекше. Ал менің миссиям сол ерекшелікті ашу.